Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жаппасай тағам дайындайтын боламыз. Ең алдымен керек өнімдерді аршып, жуып, тазалап дайындап аламыз. Сосын оларды видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Қалауларыңызша басқа да көкөніс түрлерін қосып жасасаңыздар да болады. Мен бұл тағамға жылқының етін қосып дайындадым. Негізінде жаппасай тағамына кез келген еттің түрін пайдалануға болады. Сондай-ақ кез келген жапырақ түрлерін қоссаңыздар да болады. Барлық туралған өнімдерді қызып тұрған қазанға салып қуырамыз. Ең алдымен етімізді қызартып қуырып аламыз. Қалауларыңызша тұз, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Көкөністерді бірінен кейін бірін қосып, жақсылап қуырып араластырамыз. Үстінен туралған жапырақтарымызды салып, оның үстінен томатты салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып, үстінен су құямыз. Қайнағаннан кейін ең төменгі отқа қойып, қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 2 жұмыртқамызды салып, үстіне тұз салып, суын құйып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа тұндырып қоямыз. Дайын қамырды жұқа етіп жаямыз. Менде осындай үлкен жайым шықты. Енді осының бетіне сұйық май жағамыз. Жайылған қамырды 4 бұрыштай етіп кесеміз. Кесілген қамырларды бір-бірінің үстіне жинаймыз. Жинап алған қамырларды 3-4 бөлікке бөліп, қайнап тұрған тамағымыздың бетіне осылай қойып шығамыз. Қазанның бетін жауып, ең төменгі отта қамырымыз дайын болғанша пісіреміз. Дайын болған қамырларды тарелкаға осылай әдемі етіп орап, бетіне салмасын саламыз. Тамағымыз дайын. Видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналымда жаңа рецепттер күтіңіздер.